Ал тағы да ассалаумағалейкум құрметті арнамыздың көрермендері. Біз бүгін Алматы қаласы Каскеленің жанындағы авторынық Барсқа келдік. Бүгін жексенбі 4 маусым 2023. Сіздердің назарларыңызға осы жердегі көліктердің бағасымен таныстырып өтетін боламыз. Достар, бізбен бірге болыңыздар. Арнамызға жазылып тіркеліп, видеоның астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз, кеттік. Бірінші көлігіміз Елантр автокөлігі, 21 жылға автокөлік 1.6 10.400.000 деп тұр екен бағасымен. 28.000 шақырым жүрген автомат қорапты бұл автокөлік. Темір дискімен тұр, жаздық тең көлігімен 02 регионда. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса, достар. Алдымызда Toyota Carina E 96 жылғы 2 қозғалышымен механика қорапта 3.300.000 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер назарларыңызда. Көрсетіп қояқ. Автокөлік хэтчбек. Осындай ақ түсте автокөлікті жылтыратып қойған 05 регионмен. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, Honda Service деген кісілерге осындай әдемі әйгілі кроссоверлардың бірі 97 жылғы екен. 2 қозғалыш Европалық нұсқа, ABS, CRS бәрі бар дейді. Электропакет толығымен. Кондер да істеп тұр дейді. 4.150.000 сұраған бағасы. Осы номер телефонына хабарласып қойсаңыздар болады. Кроссоверлар Hondaның ішіндегі әйгілі кроссоверлардың бірі. Төбесінде рейнингі бар, достар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Осындай көлік іздеген кісілерге осындай варианттар бар. Тағы да Camry, достар, Camry 2009 жылға 2.4 6,5 келісімді. Осы номерға хабарласып, паузаға қойып көріп алсаңыздар болады. Әдемі ақ түсте бұл Camry. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен 2017 жылғы Camry алдымызда 2.5 автоматымен 11.800.000 деп қойыпты. Бағасы 136.000 шақырым жүріп тастаған дейді. Көліктің жағдайы осындай, көріңіздер, хабарласыңыздар. 2011 жылғы Camry, Toyota Camry 45 2011 2.4 қозғалышымен бағасы 9.200.000, саудасы бар деп тұр. 154.000 шақырым жүріп тастаған. Салоны велюр, артқы камерасымен. Көліктің жалпы жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Toyota Camry келесі 2005 жылға 2.4 автоматымен 6,5 миллион. Саудасы бар дейді. Телефон номер назарларыңызда. 230.450 шақырым жүрілген дейді. Кейбір кісілер осы жүрілген сұрап жатыр. Бірақ ескі көліктен жүрісін сұраудың қажет жоқ деп ойлаймын. LE комплектациясында автокөлік толық емес. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса, достар. Тағы бір 35-ті көрттіңіз, ақ түстегі 35-ті Camry 148.000 шақырым жүріп тастаған. 2005 жылғы 2.4 автомат 6.350.000. Осы номерға хабарласып қойыңыздар. Велюр салонымен. Автокөліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Camry 40 2008 жылғы 2.4 автомат 6.350.000 дейді. Капотын ашып қойыпты. 16 клапандық VVTi моторымен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Алдымызда тағы бір 35-ті көріп тұрмыз. Camry 2005 жылғы телефон номер 2.4 автомат. Номерін экранға көрсетіп қояқ, достар. Қара түсте
Автокөліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласып қойыңыздар. Алдымызда 2000 жылғы тағы бір RX 300 Lexus кроссовер. 3 қозғалтқышымен 6 миллион деп қойыпты достар. 6 миллион. Бұлғары салонда, төбесінде әдемі рейлингі бар. Осындай биік автокөліктердің бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Алдымызда достар Lexus ES300, өздеріңіз көріп тұрғандай автокөлік 2003 жылғы 3/3 қозғалысымен, автоматымен. Номер телефон. Бағасы жазылмаған екен. Бағасын иесіне хабарласып сұрап алсаңыз болады. Кешірім өтінем. ES300 емес, 330 екен. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көліктің жағдайы осындай. Сонымен 2014 жылғы Corolla, Toyota Corolla сұраған кісілерге 1.6 автомат қорап 7.3 сұрап тұрған. Бағасы автокөліктің жағдайы осындай. Велюр салонында қыстық резинамен тұр достар. Бұл автокөліктің жалпы жағдай осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Алдыңызда 2006 жылғы Camry, 2006-да шыққан екен. Велюр салонында 2/4 автоматымен 5/5 телефон номер көрсетіп қояйық. 877-477-7664 нөміріне хабарласып қойыңыздар. Автокөліктің жалпы жағдайы орташа. Автокөлік боялған, көніп тұр. LE комплектация, толық емес. Көлік ұнаған болса, көріп хабарласып қойсаңыздар болады. 15 жылғы Camry алдымызда 13 миллион 800 сұрап тұрған бағасымен. Әдемі ақ түсте. Телефон номер назарларыңызға көрсетіп қояйық. Бұлғары салонда екен, автомат қорабымен. Қозғалышы белгісіз. Соған қарағанда 2/5 болса керек. Көлік ұнаған болса, көлік иесінен хабарласып сұрап алсаңыздар болады достар. Алдымызда 98 жылғы Camry, өздеріңіз көріп тұрғандай 3 қозғалтқышымен екен, осындай әдемі жасыл түсте. Сұрап тұрған бағасы 3/9. Велюр салонында бұл автокөлік. Хабарласам деушілерге телефон номерін көрсетіп қояйық. Осы телефон номерға хабарласып қойыңыздар. Велюр салонында автокөлік. Автокөліктің жағдайы осындай. Осындай Camry іздеушілерге 3 қозғалтқышымен осындай варианттар бар. Әйгілі Camry'лердің бірі. Көріңіздер, хабарласып қойыңыздар, көлік ұнаған болса. Мынандай вариант бар достар. 98 жылғы Mercedes-Benz 2/8 автоматымен 2/9-ға саудасы бар дейді. 2 миллион 900-ге Велюр салонымен, артқы жетекте. Телефон номер назарларыңызда. 213 шанақта бұл Mercedes. Өздеріңіз байқағандай 19-шы региондық номерімен. Көріңіздер, хабарласыңыздар көлік иесімен. Келесі көлігіміз тағы да бір Camry, 2002 жылғы 2/4 қозғалысымен автомат. Сұрап тұрған бағасы 4,5 деп сұрап тұр. 4,5-ға саудасы бар деп қойыпты. Велюр салонында бұл автокөлік. Көлік жағдай осындай достар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Сонымен келесі көлігіміз Toyota Avensis достар. Avensis па? Осындай қою көк түсте 6,5 миллион деп қойыпты. 2009 екен. 1/8 қозғалышымен автомат. Автокөліктің жағдайы жаман емес. Көлік иесімен хабарласып көрсеңіздер болады. Жалпы жағдай осындай.
хабарласыңыздар. Сонымен 92 жылғы Camry 10 өздеріңіз көріп тұрғандай 3 қозғалғыш мен сұрап тұрған бағасы 2,5 миллион бат. Түсініксіз, бұл жерде телефон номерін қалдырып кеткен. Осыған хабарласып бағасын біліп алсаңыздар болады. Көліктің жағдайы осындай. GX нұсқасында GX автокөлікті сүйегі діляман сияқты капотын ашып қойған үйлер салонда. Көріңіздер достар, көлік ұнаған болса, көліктің жағдайы осындай.